Ұстаз аты биік әрі мәңгілік. Жас маманнан бастау алып, өз жұмысын директордың оқушы жөніндегі орынбасары лауазымына шейін көтерілген, өз шәкірттеріне сүйікті ұстаз бола білген. Студиямызда қонақта Айгүл Сағидоллақызы. Ұлықтаймыз. Студиямызға қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Енді жалпы Айгүл Сағидоллақызы біздің студиямызға келген қонақтарға бізде түрлі қызықты сұрақтар қоямыз. Соған дайынсыз ғой, Дайын. Жалпы енді осы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы мектептің ашылғанына 20 жыл толып отыр. Сізді құттықтап қояйық. Және де осы 20 жыл бойы сіз осы мектепте ұстаздық қызмет атқарған екенсіз. Осы жерден бізде тоқталып өткен шаққа оралсақ, 20 жыл бұрынғы Айгүл Сағидоллақызы қандай кісі? Сол жайында айтып берсеңіз, сол қызық болып келсін. Өте жақсы, Ерекен Өмірзақұлы. Мен де қуаныштымын. Мінекей күні кеше осы мектепке келген сияқты едік. 20 жыл уақыт зымырап өтіп кеткен екен. Мен бұл мектепке келген кезде ең алғаш жас маман ретінде келіп едім. Біздер енді 2000 жылы осы мектеп жаңадан ашылғанда мен нөмір 37-ші жалпы орта білім беретін мектепте жұмыс жасап, математика пәні мұғалімі болып жұмыс жасаған едім. Сол кезде осы мектепке сыныбымен, сол 37-ші мектептегі, ол кезде менің сыныбым 5-ші сынып оқып жатқан. Сол 27 оқушымен осы мектепке келдік. Сыныбымызбен келдім. Сол кезде ол сыныбым 2000 жылы 5-ші сыныпқа келген сыныбым 2007 жылы осы мектепте 11 бітіріп, ең алғашқы түлектерім болды. Жалпы бұл мектепте келген кезде, ол кезде енді қазіргімен қарағанда көптеген өзгерістер болды. Қазір енді өте заманның дамып жатырғаны да белгілі. Біздер ең бірінші бұл мектепке келген кезде мектептерімізде барлығымызда кабинет болды, ең жақсы жағдай. Енді әрбір пәнге байланысты, әрбір математика пәні өзімнің жеке кабинетім болды. Жеке кабинет болғанда, енді қазіргі кезгімен салыстырған кезде, ол кезде енді компьютер деген болған жоқ. Бізде енді қазіргімен салыстыратынбыз, қазір енді барлық кабинеттерде компьютермен жабдықталған, заманауи жаңа технологияның барлығы бар. Ол кезде біздер мына әлі есімде ашық сабақ берген кезде біздерде деген мына батыман болады ғой. Ақ батыманды сатып алып, сол батыманға сабақ беретін күнделікті жаңағы көрнекі құралымызды маркермен жазып, салып, батыманға салып. Қазіргі интерактивті тақтаның орнына бұрын батымын қолданып, маркермен жазып, солай сабақ бердік біздер сол кезде. Енді қазіргі немен салыстырған жағдайда, қазір интерактивті тақта, бүкіл мектеп компьютермен солай істеп отырмыз ғой. Міне осындай жағдайлар болды бізде. Жақсы, енді жаңа сөзіңіздің барысында айтып кеттіңіз. Бұрынғы заманда бізде кішкене жаңағыдай дамымаған кез болды деп жатсыз, мектептің жаңағыдай нелер болып жатыр. Қазіргі заманның оқушыларымен бұрынғы заманның оқушылар жалпы салыстыруға келе ме? Қазіргі заманның оқу талабына, оқушылардың жалпы білімге деген көзқарасына, сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы енді бұрынғы заман деп айтпайық та, енді бірақ ол кездегі 20-шы ғасырдың балалары ғой, оқушылардың, ол кезінде балалардың өзінің сол заманына сәйкес өздерінің ой көзқарастары болды. Ол кезде де біздің балаларымызда өте жақсы жаңа шаралар болып отырды. Мысалы, әсіресе сол кезде менің оқушыларым мына КВН командасымен өте сондай ерекше көзге түсті, КВН командасы болып. Енді қазіргі балаларда өте жақсы заманауи, қазір енді барлық заман талабына сай дамыған оқушылар ғой, заман талабына сай өте көптеген жетістіктері бар. Енді салыстырған кезде енді аздап болса да алға жылжу бар ғой енді. Ол кездегімен салыстырған, қазір енді 21-ші ғасырдың оқушылары заман талабына сай, енді барлық техникада, барлық құралда дамыған жағдай ғой енді. Сосын ақпараттар да өте көп балаларда. Демек, қазір заманда мүмкіншілік көп дейсіз ғой? Мүмкіншілік көп. Айсалдағыз, енді сұхбатымыз енді ғана қызып келе жатқан секілді. Біз сізді сонау 20 жыл бұрын осы мектеп алғаш ашылып бастағанда сынып жетекші болып келген екенсіз осы мектепке. Дәл қазіргі уақытта сіз 20 жыл уақыт өткеннен кейін директордың оқушы жөніндегі орынбасары лауазымына шейін көтерілдіңіз. Бұл енді өзіңіздің адал еңбегіңіздің арқасы деп білеміз. Сол жолда болған қиындықтарыңыз, жалпы осы лауазымға жету жолындағы өзіңіздің бір қиындықтарыңызды, өзіңіздің бір жетістіктеріңізбен бөлісіп кетсеңіз. Өте жақсы. Ерекен Өмірзақұлы, мен енді жаңа айтып кеттім, бұл мектепке келгенде сынып жетекшісі әрі математика пән мұғалімі ретінде келдім.
және жас маман болып осы мектепте жұмыс жасадым. Содан кейін жылдар өте келе мен жас мамандардың жетекшісі қызметін атқардым. Осы мектебіміздегі жас мамандармен жұмыс жасадым 3 жылдай. Енді ол жас мамандармен жұмыс жасағанда да қазіргі күнде сол жас мамандар осы мектебімізде әлі күнге дейін жас маманның қатарынан шығып, орта буындық мамандарға дейін көтеріліп жатыр. Енді одан кейін енді өзімнің жаңағы еңбегім, әрі жетістігім, математика пән мұғалімі ретінде бірнеше түлектер оқып шықты осы мектептен. Алтын белгіге, үздік аттестат иегерлері болды. Одан кейін осы еңбегімді елене отырып, осы соңғы уақытта директордың оқушы жөніндегі орынбасар қызметін атқарып келемін. Енді осы 20 жыл өмірімнің ішінде көптеген осы мектепте, көп уақытымыз осы мектепте өтеді ғой. Екінші үйіміз деп есептеуімізге болады. Енді жетістіктеріміз де, жаңа ол біздің мұғалімнің әрбір жетістігі оқушымыздан, шәкіртімізден көрінеді ғой. Енді сол шәкірттеріміздің арқасы, қазір сол бітірген шәкірттеріміз, мен осы 20 жылдың ішінде бірнеше түлектерді шығарып салдым. Сол түлектерімнің ішінде қазіргі таңда жаңағы жақсы беделді жұмыс орнында істеп жатқандар, жаңағыдай сол оқушылардың ішіндегі жаңағы жетістіктердің арқасында мінекей осындай жетістікке жетіп отырмын деп есептеймін өзімді. Жақсы. Сұхбатымыздың барысында мектеп екінші үйіме айналды деп айтып қалдыңыз. Енді жалпы өзіңіздің үй жағдайында, мектепте ұстаз ретінде танылып жүрсіз, үйде сіз Айгүл Сәдуақызы емес, анасыз, сол үйде қандай анасы? Айгүл Сәдуақызы үйінде өздерінің балдарына жаңағыдай қандай тәрбие беріп отыр, үйдегі Айгүл Сәдуақызы қандай кісі, сол жайында айтып берсеңіз. Осындай көңілдісіз ба үйде де, жоқ әлде сол жағын айтып берсеңіз. Өте жақсы. Енді әрбір отбасымыз бірінші орында болады ғой. Мен енді отбасымда, менің семьямда кілең балдар. 3 ұлым бар, жолдасым бар, кілең балдар тәрбиеленген. 4 ұл тәрбиелеп отырмын. 4 ұл тәрбиелеп отырмын дегенге келеді, Жалпы енді мен үйде анамын. Енді мектепте басқаша болғанмен үйде енді осындай көңілді, ұлдарыма өте жақсы тәрбие бердім деп ойлаймын. Менің қазіргі кезде үлкен ұлым осы мектептен аяқталды, 2009 жылы бітірді. Қазіргі таңда мына Ақтөбе қаласындағы мединститутты аяқтап, осы қалада врач болып, дәрігер болып жұмыс жасайды, терапевт дәрігер болып жұмыс жасайды. Осы мектептің түлегі, осы мектептен 1-ші сыныпта, сол балам осы мектеп ашылғанда 1-ші сыныпқа келген. Содан осы мектептен аяқтап, қазір білікті дәрігер болып отыр. Одан кейін 2-ші ұлым, ол да осы мектептен аяқтады. Былтырғы оқу жылы мектептің түлегі. Қазіргі таңда оқуға түсіп отыр, жоғары оқу орнына грантқа оқуға түсіп отыр. Жаңа өзінің қалаған мамандығымен. Одан кейінгі 3-ші ұлым осы мектепте 3-ші сыныпта оқиды. Қасыңыздан алмайды. 3-ші сыныпта оқып жатыр осы мектепте. Енді өзім осы үйге жақын жерде тұрғандықтан, және мен осы мына мектепке келгенде, біздер осы жерден тап сол жылы 99 жылы осы жерден үй алдық. Жаңа үйді осы жерден алдық та. Енді сол жерде, сол тұрып жатқан үйімде 20 жылдың үстінде сол үйде тұрып жатыр екен қазіргі таңда. Сондықтан үй мектепке жақын болғасын жерде осы өзімнің жаңа ұлдарымның бәрі де осы мектептің бітіріп шығып жатыр енді. Алла болса кенжетайымыз да осыдан бітіріп шығады деген үміттемін. Бұйырсын. Енді Айгүл Сәдуақызы, сізді біздер ұстаз ретінде, ана ретінде танып отырмыз. Енді бірақ сіз туралы бір жақсы бір ақпарат естідік. Қызық ақпарат енді шыны керек. Рас ақиқат еместігін өзіңізден білім беріп отыр. Сіз кезінде таксист қызметін атқарған деп естіп жатырмыз. Көлік жүргізген екенсіз, таксовать еткен екенсіз. Сол жайында айтып кетсеңіз. Қазір өзіңіз жалпы таксимен жүресіз бе? Жоқ әлде өзіңіз көлікпен жүресіз бе? Жақсы, енді Ерекін Өмірзақұлы, бұл да осы мектептің ішінде мен енді негізі өзім осы жұмыста жүріп, әрі осы мектепте жүрген кезде қосымша жаңағы көлік жүргізуді оқып алдым. Бұл көлік жүргізуді оқуға да маған идея болған. Сол жаңағы 2007 жылы бітірген түлектерімнің ішінен сол бір қыздарым сол ұсыныс жасап, Айгүл Сәдуақызы, сіз неге осы праваға оқымай жүрсіз деп, сол 2005 жылы мен сол балдарымның ұсынысыменен сол оқып алғам. Оқушыларым сол маған солай бір не жасап, содан сол бітіріп оқып, содан кейін сол машина айдадым, көлік ол менің енді хоббиім деуге болады. Жоқ, жаңа таксовать еткеніңіз рас па? Такси көлік? Жоқ, мен енді олай не жасаған жоқ, бірақ та мен өзім машина айдағанды өте жақсы көрдім. Как хобби ретінде жаңағыдай машинамен жүргенді өте жақсы ұнаттым.
енді қазіргі күнде де сол машина айдаймын әлі де, бірақ енді мына қазіргі таңда жұмыстың көптігіне байланысты үй жақын болған жерде енді көп көңіл бөле алмай жүрмін, бірақ та енді менің өзімнің екінші хоббиім деп есептеймін көлік айдағанды. Өте жақсы ұнатамын. Әсіресе көліктің ішінде ашуланған кезде музыканы қойып көлік айдағанды өте тамаша ұнатамын мен. Айгүл енді жалпы мына сынып жетекшіліктен бастаған болатынсыз. Жаңа жас маман ретінде мектепте өзіңіздің алғашқы ұстаз ретінде сынып жетекшіліктен бастадыңыз. Сол кездегі осы оқушылармен аралық қатынастарыңыз туралы сыныбыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Өте жақсы. Енді ол сыныбым маған өте ыстық. Олар енді 2007 жылы бітіріп кеткен түлектерім. Сондай өте жақын қарым-қатынаста болдық ол сыныбымен. Қазіргі күнге дейін мектеп бітіріп кетсе де ол балалар менімен хабарласып тұрады. Жаңа ата-аналарымен де өте жақсы қарым-қатынаста болдық. Әлі араласып тұрамын. Ол оқушыларымның ата-аналарын да жақсы білемін, папаларын да, мамасын да жақсы білемін. Енді ол сыныбымен 11-ші сынып оқып жүргенде енді ол кезде өзім де жас болған боларым. Сол балалармен бірге жүріп, солармен бірге қыдырып жүрдім. Жаңағыдай баратын жерлеріне бірге ілесіп барып, жаңа папа-мамаларына рұқсат береді. Айгүл Сайдолла, сіз ілесіп барсаңыз біз жібереміз деп балаларымызбен жаңағыдай туған күндерге бірге келген жерге барам, туған күндеріне де бірге барам, барлығына барып жүремін. Сосын және енді жай шығып қалған жағдайда жаңағы айтқан мен машина айдадым дегенде, енді сол оқушыларымды машинаға салып алып үйлеріне жаңағыдай енді қайсы болса да үйлеріне апарып, мама-папаларына табыстап, сөйтіп жүрген күндерім болды. Өз көлігіңізге салып, үйіне таратып. Өз көлігіме салып, үйіне таратып, папа-мамаларына кәдімгі солай апарып беріп жүрмін. Сізді апарат деп білгенде айтқан болды, көлігіңізге куәлігін алыңыз деп. Керемет, керемет. Енді сұхбатымыз соңына қарай таяп келді. Сізге бір соңғы сұрақ болсын. Жалпы енді ұстаздық жолында өзіңіздің деген мақсатыңызға, жетістігіңізге жеттік деп білеміз. Бұлайша өмірде ана ретінде ана бақытын сезініп отырсыз. Енді жалпы орындалмаған арманыңыз бар ма сіздің бүгінгі таңда? Енді жаңа айтып өткендей, мен жалпы ұстаздық жолында да, отбасы жағында да, енді өзім ұстаздық жолында жаңағы шәкірттер бередім, отбасы жағында сыйлы анамын. Енді орындалмаған арман дегенде әрбір адамда арман болады ғой. Енді мен осы қазіргі таңда бір арманым орындалады деп есептеймін. Енді мен негізі өзім сондай вообще жанұямда қыз бала болғанын қалап едім. Міне осы арманым орындалмады. Енді бірақ та болашақта енді келіндерім бар деп есептеймін. Сол арманымды келіндерім орындайды деп сенемін. Немере сүйіп, үш балаңыз бар, үш балаңыз бар, шүкір, иә. Соны сүйіп отырарсыз. Қазіргі таңда да енді немерелерім бар, шүкір. Немерелерімде ер балдар, ұлдар, әлі де жаңағыдай үмітім бар. Енді отбасымызға бір әдемі қыз бала келеді деген ойдамын. Бұйырса бұлар арманыңыз орындалсын. Рахмет. Бізде студияда болған ұлықтаймызда Айгүл Сайдоллақызы